Баршаңызға сәлем. Егер сіз стримға немесе ойынға арналған микрофон іздеп жүрсеңіздер, динамикалық және конденсаторлық микрофон дегенді естіген боларсыздар. Менің үстелімде Fifine компаниясының абсолютті хиті тұр. Fifine AM8 және өте әдемі конденсаторлық A8. Бірақ олардың айырмашылықтарын көрсетпес бұрын артық сөзсіз осылардың дауыстарын сіздерге көрсетейін. Fifine AM8 қорапты ашқанда ең алдымен бізді нұсқаулық қарсы алады. Оны алып тастаған соң үстелде өте нық тұратын ауыр дөңгелек металл тұғырды шығарамыз. Одан кейін микрофонның өзі шығады. Корпусында бірден екі реттегіш көзге түседі. Біреуі микрофонның дауысы қаттылығын, екінші құлаққаптың дауысын реттеуге арналған. Микрофонның басында жағымсыз Б және П дыбыстарынан қорғайтын қалың поролон поп фильтр кигізілген. Енді төменгі жағына қарайық. Мұнда қосудың бірнеше жолы бар. Стандарттық Type-C кабелі, өзіңді кешігусіз естуге арналған 3,5 мм ұяшық және болашақта микшерге қосуға арналған кәсіби XLR порты және ең бастысы алдыңғы жағындағы бір ғана таппен жұмыс істейтін сенсорлық мют батырмасы мен төменгі сақинадағы стильді RGB жарығы. Ал енді Fifine A8 жиынтығына келетін болсақ, қорапты ашқанда бізді ең алдымен нұсқаулық қарсы алады. Одан кейін бірден паук амортизаторы мен тұғырға орнатылған микрофонның өзін шығарамыз. Келесі кезекте фирмалық смайлігі бар поп фильтр, қосуға арналған ұзын Type-C кабелі және пантографқа арналған кішкентай металл переходник жатыр. Ал енді кабельді қосып ең қызығына көшейік. Микрофонның төбесінде өте ыңғайлы сенсорлық мют батырмасы бар. Бір ғана таппен дауысты өшіруге болады. Және әрине бөлек батырма арқылы ауысатын көздің жауын алатын RGB жарығы. Ал енді ең бастысы дыбыс тестері. Қазір екі микрофон да компьютерге USB арқылы ешқандай фильтрсіз қосылып тұр. Бұл бірінші тест. Ешқандай фильтр жоқ, жан-жақта ешқандай дауыс жоқ, тек таза өзімнің даусым. Бұл бірінші тест. Ешқандай фильтр жоқ, ешқандай жан-жақта дауыс жоқ, тек қана өзімнің даусым. Бұл екінші тест. Қасымда микрофон мен мышка бар. Бұл екінші тест. Қасымда микрофон мен мышка бар. Бұл үшінші тест. Тиметтер мен кезгі ойнаған кезде. Шорт. Окно. Смок беріңдер, смок. Все, біреуін өлтірдім. Кеттік. Арта. Бұл үшінші тест. Тиммейттер мен кезгі ойнаған кезде. Окно, смок беріңдер. Шорт. Все, өлтірдім. Кеттік. Коннектор. Пуш. Сонымен достар, қай микрофонның дыбысы көбірек ұнады сіздерге? Астына комментарий жазып кетіңіздер. Ал енді олардың дыбысы неге әртүрлі екенін сіздерге айтып берейін. Fifine AM8 бұл динамикалық микрофон. Егер үйіңізде шу көп болса, бұл таптырмас нұсқа. Ол пернетақтаның дауысын басып, тек жақыннан шыққан сөздің дауысын ғана қабылдайды. Ал Fifine A8 конденсаторлық микрофон. Оның детализациясы мықты, дауысының көлемі әрі өте таза шығады. Оған қоса кадрды бай етіп көрсететін күшті RGB жарығы бар. Және үстел дірілім басатын паук амортизаторы жиынтықпен бірге келеді. Ал осы видеоны қорытындылайтын болсақ, екі микрофонда өз ақшасына топ дыбыс береді. Өз жағдайыңызға сай келетін микрофонды таңдайсыз. Айтпақшы, осы екі микрофонды алғыларыңыз келсе, DNS дүкенінен жақсы бағаға ала аласыздар. Сілтемені пікірлерге бекітіп сипаттамада қалдырдым. Өтіп тапсырыс берсеңіздер болады. Ал егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жако KZ. Бәріне пока.